Мен Атырау қаласы жалпы білім беретін нөмірі 27-ші Исатай Тайманов атындағы орта мектебінің 10-шы сынып оқушысы Акмурзиева Дильназ өзімнің атам Идрисов Жүргенбай туралы оны соғыс кезіндегі өмірбаянымен бөліскім келеді. Менің атам өмір бойы тынбай еңбек еткен. Жас кезінде кәсіптік училищені бітіріп, тас қалаушы болып жұмыс істеген. Кейін адал еңбек еткен үшін 1956 жылы Мәскеу қаласында құрмет орденімен марапатталады. Сұрапыл соғыс жылдарында да атам қол қусырып отырған жоқ. 4 жыл бойы әскерге аттанып, сол жерде құрылысшы топтың қатарына қосылған. Атам жас болса да, елі үшін, жер үшін қорықпай әскерге аттанды. Соғысқа шын ниетімен қатысқысы келді. Өкінішке орай, бұған бір жыл жетпеді. Майданның ортасында болмаса да, қиын қыстау кезде 4 жыл бойы құрылысшы тобында еңбектеніп, бірталай үлесін қосқан. Барлық жасаған еңбегі үшін Кеңес үкіметінің шешімімен атама 4 медаль берілді. Менің атам құрметті, ардақты, қадірлі және отан үшін, ел үшін қамын ойлайтын үлгілі тұлға. Атам өз балаларына өнеге, үлгі болатындай көп із қалдырды. Мен атамды мақтан тұтамын. Атамның жеңісі менің де жеңісім.